1999 жылы бастадық. Осы нанмен бастадым мен. Бірінші біреудің нанын сатып, көршінің нандарын сатып, сол өйтіп айына 3000 теңге төлеп жүрдім. Одан кейін өзім ақырындап сол кәсіпті қолыма алып, ол кезде газ плитамен 4 формамен күнде 20 нан, 25 нан пісіріп, коляскаға салып, өзім базарға сатып, қайтадан келіп сөйтіп айналысып жүрдік. Одан кейін уже 2-3 жылдан кейін ақырындап жолдасым да стройкада істеп жүрді Алматыда. Соның арқасында ақырындап екеуміз бірігіп, бірінші екеуміз пісіріп жүрдік, тасып. Одан кейін ақырындап мына пешті ала бастадық. Бір пештен. Сөйтіп кәсібіміз ақырындап көтерілдік. Осының арқасында балаларды оқытып жатырмыз, оқыттық, жоғары білім бердік үшеуіне де. Кенже ұлым мына 4-ші курсқа барды. Қызым да мұғалім болып істейді Ағылшыннан, Талдықорғанда. Екінші ұлым Алматыда юрист болып жұмыста. Келінім бар. Енді осының арқасы ғой, осындай дәрежеге жеткеніміз, еңбекқорлық. Еңбектің арқасында таза маңдай теріміз тапқан осы жұмысымыз басқаға ештеңеге айналысқан жоқпыз. Тек қана осы нанмен уже 20 жылдан асты істегенімізге. Осыған да шүкір, тәуба деймін. Біздің пекарняда 4 смена, әр сменада 2 адамнан 8 қыздар істейді. Олар 3 күнде бір рет шығады. Пенсионный фонд, пенсионный отчисление отчислять етеміз, страховой отчисление. 3 водитель бар, 3 машина бар, оларда пенсионный отчислениясы бар, страховой несі бар. Бәрі сол біздің жұмысымызға оларда қарап отыр, біздің қолымызға да. Күнделік. Бір күн жұмыс демалыс жоқ бізде, күнде демалыс деген ондай тойға баратын болсақ, кезек біреуіміз қаламыз, біреу барады, сондай жұмыс. Тарататымыз Сарқандышын қаласы, одан кейін мына ауыл жақтарға апарамыз, районный жаққа. Күніне сол 3000-дай бөлке пісіреміз. Лепешка пісіреміз, серый нан, одан кейін қара нан, сайкалар бар арасында. Сондай пісіріп жатырмыз. Енді анандай сақ түйекке пісірген бізге қол тимей отыр ғой. КМФ-қа біз 2008 жылы келдік. Енді ол естігеніміз бана, ол кезде біз немен алып жүргенбіз группаға кіріп, сол ол кезде 15-30 мың алып жүрдік. Группамен сөйтіп алып, осы КМФ-қа кірдік. Одан кейін индивидуальныйға өзіміз шығып кеттік. Сол уже 15 жылдан аса біз осы КМФ-тан кредитовать етіп отырмыз. Соның арқасы мына пештер алып, бәрін ұнға болсын, не болсын, сол бизнесқа осыны салып отырмыз, алған ақшаны. Получается, в пекарне я работаю, вот в августе будет как 9 лет. Ну, работа, в принципе, нас устраивает. У нас очень хорошее начальство, которое нас уважает, ценит. Также мы пекем лепешки, выпекаем сами. Самое лучшее, получается, мы выпекаем лепешки. Вот такие на листы, получается, мы разбиваем. У нас там печка отдельно, получается, мы там пекем еще дополнительно лепешки. С радостью, с улыбкой, с большой идем на работу. И также с работы уходим. Как на праздник. На работу, как на праздник. Очень много получили мы пользы. Во-первых, это такие быстрые деньги были, которые нам очень помогли в закупке муки, делали закуп техники, автомобили, печи, чистомесы покупали. Ну вообще, это хорошая помощь для бизнеса, для построения. Да. Это благодаря супруге вот мы начали этот бизнес поднимать, дошли вот до этого уровня, благодаря тому, что нам помогала КМФ. Им большое спасибо вам. КМФ-ті алғысымыз шексіз. Осы КМФ-тің арқасы ұстап, ақша алып, өте ыңғайлы. Біздің өзіміз кредиторымызды өте жақсы балалар. Бізбен ақылдасады, анда-санда кеп тексеріп қарап тұрады бізді. Енді осы құтты болсын сіздердің КМФ 25 жылдығыңыз. Ұзағынан болсын.